Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге пикник деп аталатын өте тойымды әрі тез жасалатын салат дайындайтын боламыз. Егер де бұл әдемі дәмді салаттың қалай жасалу жолы сіздерді қызықтырса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен сосисканы бірінші қайнатып аламыз, одан кейін осылай турап ыдысқа салып аламыз. Артынша твердый сырды, яғни қатты сырды алып, оны да қосамыз. Одан кейін корнишонның орнына соленый огурцы қоссаңыздар да болады. Оның артынан қызанақты алып тураймыз. Чирек қызанағын қоссаңыздар да болады. Мен үлкен қызанақты қостым. Айырмашылығы жоқ, тек қана көлемінде. Осы арада соусты дайындап аламыз. Ол үшін ең бірінші қаймақты алып, оның артынша бір сарымсақты теркадан өткіземіз, немесе майдалап турап қосамыз. Мен бұл жерде бір шай қасық горчица қосып, жарты шай қасық горчица қоссаңыздар да болады. Артынша кішкене лимон соғын қосып, араластырып аламыз. Дайын болған салаттың үстіне соусты салып, араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып, алып қоямыз. Салат ыдысымызды дайындап алып, үстіне айсберг немесе салат жапырағын осылай теріп шығамыз. Оның артынша үстіне салатты салып, орналастырамыз. Көкпияз болатын болса, көкпиязбен әсемдігі үшін бетіне қойып жібереміз. Жұмыртқаны дәл осылай турап, төрт шетіне қойып шығамыз. Немесе бөдененің жұмыртқасын қойсаңыздар болады, ол өте әдемі көрінеді. Міне, ең соңғы штрих бұл черчиль сырын қоямыз. Міндетті түрде қоюға тырысыңыздар, себебі көрінісі осы черчиль сырымен ғана әдемі көрінеді. Міне дәмді, тойымды салат болады. Аты пикник деп аталады. Сіздерге барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер де видеолар ұнап сіздердің пайдаларыңызға жарап жататын болса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма подписаться етіп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын!